Ауданов Жамбыл, Алматы облысы, Еңбекші Қазақ ауданы, Әл-Фараби атындағы орта мектептің 10-шы сынып оқушысы. 5 жасынан бастап Мұқағали Мақатаевтың өлеңдерін жаттай бастайды. Мектепшілік, аудандық, республика көлемінде ұйымдастырылған байқауларға белсене қатысады. 11 жасынан бастап өлең жаза бастайды. Өзінің дарынымен бірге өнерін көрсете жүріп, дарынды оқушыларды енгізетін «Ұлы дала қырандары» атты кітапқа 200 дарынды оқушылардың қатарына қосылды. 2018 жылы аудандық Мұқағали Мақатаев оқуларында бірінші орынды жеңіп алды. 2018 жылы жеңіспен келген көктем атты республикалық байқауда көркем сөз номинациясы бойынша 2-ші дәрежелі лауреат иегері. 2019 жылы жастар арнасының «Өнерпаз болсаң арқалан» тележобасы түсірілімінде белсенділік танытып марапатталды. 2019 жылы жарқын болашақ 11-ші қазақ тілі олимпиадасының аудандық кезеңінде сөз шебері байқауы бойынша 2-ші орынды жеңіп алды. 2019 жылы облыстық және республикалық Мұқағали оқуларында жүлделі 3-ші орын иегері. 2021 жылы ұлы ақын Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойына орай ұйымдастырылған «Абай дана, Абай дара қазақта» атты шығармашылық байқауының 1-ші дәрежелі диплом иегері. 2021 жылы республикалық жастарын және өрлеу порталдарының ұйымдастыруымен қазақтың ұлы ақыны Мұқағали Мақатаевтың 90 жылдығына орай ұйымдастырылған «Өлең сөздің патшасы» номинациясы бойынша 1-ші дәрежелі диплом иегері. Жамбылдың өзі шығарған 100-ден астам өлеңдері бар. Сабақтан тыс уақытта спортпен шұғылданғанды жақсы көреді. Мен жастарға сенемін деп Мағжан Жұмабаев айтқандай, жас дарын иелерінің болашақтары жарқын болары сөзсіз.